Ата-анамды кінәлауды, айыптауды қойдым. Соның нәтижесінде адамдармен қарым-қатынасым, табысым және де денсаулығым, энергиям реттелді. Бекер айтпаған, Алланың разылығы ата-ананың разылығында деп. Ата-ана біздің тамырымыз. Біз тамырды қалай қабылдаймыз, тамырға қарай біз энергия береміз, солай біз өзімізде қайтармаламыз. Біздің өміріміз реттеледі. Тамыр реттелмей, оның жапырақтары, яғни балалардың өмірі қалай реттелмек. Сол себепті де ата-ананы қабылдау, ата-анаға деген ризашылық, сондай ата-ананың барына деген шүкіршілік, ол сенің өміріңдегі табыстың кілті. Біздің ата-анамыз біз кішкентай кезімізде бізге барында нәрінде берді. Олар неге қабілетті болды, сол заманда, сол уақытта қандай мүмкіндік болды, соның барынша бере алды. Өздерінің ақыл-ой деңгейі жеткенше, сол кездегі Алла берген мүмкіндіктердің деңгейіне жеткенше ата-анамыз бізге барында нәрінде берді. Сол барында нәрінде берген ата-анамызға сен маған махаббат бермедің, сен маған назар бермедің, сен маған көңіл бөлмедің деу, ол үлкен әбестік. Сол себептен де баланың, кінәмшіл баланың, инфантильді баланың көзқарасы. Демек біз ата-анамызға деген біздің көңілім толмастық және де айыптаушылық сезімдер біздің әлі бала позициясында екенімізді білдіреді. Біз бала позициясында болған сайын, ересек болмаған сайын өмірден біз көптеген сабақтарды, көптеген қиындықтарды, проблемаларды алатын боламыз. Сол үшін де ата-ананы қабылдау сенің өміріңдегі табыстың, жетістіктің кілті.